Сәлем YouTube көрермендері, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аскөк дәрумендер мен минералдарға бай шөптесін өсімдік. А, В1, В6, С, Д және Е дәрумендері тұрғысынан мықты деп айтуға болады. Аскөк қандағы қантты реттейді. Аскөк тұтыну инсулинді түзуді белсендендіреді. Қандағы глюкозаның кенеттен көтерілуіне жол бермейді. Зерттеулер аскөктің қант диабетін емдеуде де оның алдын алу маңызды орын алатынын көрсетті. Жүрек денсаулығын қорғайды. Жүрек денсаулығын сақтауда және инсульт қаупін азайтуда маңызды рөл атқарады. Шектеулі зерттеулер аскөк жаман холестеринге керемет әсер ететінін көрсетті. Холестеринді төмендету жүрек денсаулығын қорғаудың негізгі шараларының бірі болып табылады. Сүйектерді күшейтеді. Аскөкті тұтынғанда кальцийдің сіңу процесі артады. Сүйек остеопорозы сияқты созылмалы аурулардың алдын алуға көмектеседі. Иммунитетті көтереді. Аскөк иммундық жүйені күшейтеді. Иммунитет күшейген кезде ағзаның микробтармен күресу қабілеті артады. Аскөк инфекциялардың алдын алуда өте тиімді және бактерия, вирус, саңырауқұлаққа қарсы ерекшеліктер көрсетеді. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамыз. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіздер. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Аскөкті кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып, сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тияды. Оның ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп асқазанды, ішекті тазалайды. Қарапайым тұнба. 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып, 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын. Бұл тұнбаны жарты стаканның күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларында пайдалы. Диарея, іштің қатуы, запор сынды ауруларды да емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.